Армысыздар, бармысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Тұңғыш президент күніне арналған президент жеке тұлға атты дөңгелек үстелімізге қош келіпсіздер. Бүгінгі дөңгелек үстелдің мақсаты елбасымыздың өмір жолы, саяси өмірі жайлы сөз қозғаймыз. Сонымен қатар елбасындай елін сүйетін, отанын сүйетін патриот тәрбиелеу. Бүгінгі дөңгелек үстелімізді 3 кезеңде қарастырамыз. Бірінші, өмір жолы туралы сөз қозғаймыз. Екінші, саяси өмірі жайлы сөз қозғап, содан кейін халқымен ой бөлістің жинағына тоқталамыз. Жақсы, енді елбасымыздың өмір жолына тоқталып өтсек. Бастайық. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 1 желтоқсанды Қазақстанның тұңғыш президентінің күні ретінде атап өтетін заңға қол қойды. Оған сан 1 желтоқсан енді мемлекеттік ресми мерекелер қатарына енеді. Бұл біздің үлкен қуанышымыз, үлкен жетістіктеріміздің бірі. Жақсы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлы сыйақты талантты тұлғаның халқын сүйетін ұлтжанды, азаматты білмейтін адам баласы жоқ. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық балалар. Елбасымыздың өмір жолы жайлы. Қане, кім жалғастырады ары қарай? Кім? Еден айталым. Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 60 шілдеде Іле Алатауының баурайында, Үшқының ауылында әкесі Әбіш пен анасы Айжа деген кісілердің отбасында туылды. Мырзабала аты әжесі Нұрсұлтан деп қояды, еркелетіп Сұлтан деп атайды. Ол кішкентай Нұрсұлтан мектепті жақсы оқыды, зерек, ақылды болып өседі. Жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Қане, кім? Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабалада немересінің азамат болып, қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Мырзабаланың ұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбаев бидің шаңырағында өмірге келді. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және басқа тілдерінде де еркін сөйлейді. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын, әңгімелескен адамның дейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды. Жақсы. Назарбаевтың анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылындағы молданың облысында дүниеге келді. Жақсы. Ары қарай. Әкесінің сөзін жерге тастамай еңбекке араласады. Теміртау қаласына келіп, металлургия комбинатына темір балқытушы болып жұмысқа кіреді. Соң Украинаға оқуға кетеді. Оқуын бітіріп қайта қызу еңбекке араласады. Жақсы. Ары қарай. Еңбектің тәуелділігінің арқасында саясатқа араласып көзге түседі. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан президенті болып сайланды. Халық сайлайды. Жақсы, қобалжымаңдар балалар. Ары қарай. Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық дәстүрден тәрбиеленген, халқының бар қасиетін бойына жинаған, тілін, тарихын жақсы білетін адам. Жақсы. Ары қарай. Келесі. Ол кісі президент болғалы бәрі Қазақстанды бүкіл дүние жүзі таныды. Шетел мемлекеттерімен достық қарым қатынаста болды. Елімізде 130-дан астам түрлі ұлт тұрады. Аспан, Жақсы. Жақсы. Жақсы, рахмет балалар. Енді келесі елін сүйген, елі сүйген ел басына арналған керемет бір әннің кезегі келіп отыр. 6-шы Е сынып оқушысының орындауында Алтаева Ажардың елбасы әнін тыңдап көрейік.
Жақсы балалар, ары қарай жалғастырайық. Елбасымыздың екінші кезеңіне де келіп жеттік. Саяси өмірі дейді. Алдарыңызда берілген жылдар бойынша қандай елеулі оқиғалар болды екен, соған тоқталып көрейік. Жылдар бойынша айтып отырамыз. 1991 жыл 1 желтоқсан. Қане? 1 желтоқсан кім айтады? Жансая айта ғой. Президент болып сайланған күні. Яғни 1 желтоқсан күні президент болып сайланған күн дейді. Рахмет. 1991 жыл 16 желтоқсан қандай елеулі оқиға болды екен? Қане? Катя айта ғой. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік күні, рахмет көп. 1992 жыл 4 маусым Қазақстанда қандай елеулі оқиға болды екен? Қане? Камилис айта ғой. Еліміздің мемлекеттік рәміздері бекітілді. 1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздері елтаңба, ту, әнұран бекітілді. Елтаңбаның авторы Шотаман Уәлиханов және Жандарбек Мәлібекұлы. Мемлекеттік ту 1992 жылы 4 маусымда қабылданылып, 6 маусымда күшіне енді. Жобасына жасаған суретші Шәкен Ниязбек. Жақсы, елтаңба, ту туралы айтып өттік. Енді әнұран туралы қосатындарыңыз бар ма? Әнұран туралы, қане? Кім айтады? Маргарита? Жаңа әнұран 2006 жылы қабылданды. Авторлары Жұмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Музыкасын жазған Шамшыр Қалдаяқов. Жақсы, рахмет. Толықтырғандарыңызға көптен көп рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. 1993 жыл 15 қараша дейді. Қане? 1993 жыл 15 қараша. Сабин айта ғой. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы енгізілді. Жақсы, рахмет. 1995 жыл 30 тамыз. Қане? 30 тамыз. Кім айтады? Айта ғой, Мария. Атазан қабылданған. Жақсы. Әрі қарай жалғастырамыз. 1997 жыл 10 желтоқсан. Қане? Тағы? Олжас айта ғой. 1997 жылы 10 желтоқсан Қазақстан Республикасының астанасы Астана қаласына көшірілді. Жақсы, рахмет. 1998 жыл 6 мамыр. Қане? Жанер айта ғой. Ақмола қаласын Астана қаласы деп қайта атау туралы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы шықты. Рахмет көп. Жақсы, ары қарай. 99 жыл. Қане? Елизавета. Қазақстан Республикасының президенттік сайлауында қызметінде қайта сайланды. Жақсы, рахмет. 2005 жыл. 2005 жыл. Алдияр айта ғой. Нұрсұлтан Назарбаев президенттікке қайтадан сайланды. Жақсы, 2005 жылы қайтадан сайланды. 2011 жыл. Айлин айта ғой. 2011 жылдың баста ашмасы. Бұл әрине сәуір айының бастаған өткен президент сайлауы. Рахмет. 2017 жыл Қазақстанда қандай бір елеулі оқиға болды, былтыр ғана? Қане, айта ғой, Айдан. Астана Экспо халықаралық көрмесі өтті. Жақсы, рахмет. Көптен көп рахмет, балалар. Әрі қарай жалғастырамыз. Елбасы Астана ту туралы, рәміздер туралы қандай тақпақтар білесіңдер? Кім бастайды? Алдияр бастайды. Халқының көзбасшысы тәуелсіз қазақ елім, бақ құмған ғажап елім Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасы елді қорғайды, халық қамын ойлайды. Осында жақсы адамнан жақсылығы тарайды. Жақсы, рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. Қане, кім тағы айтады? Ансар. Тәуелсіздікті елге сыйлайды, бейбітшілікті қалады. Орындалып арманы халқымызда ажарлы. Осының бірі әрине елбасының арқасы. Жақсы, рахмет. Дауыстарын шығарып отырсаңдар, тамаша болады. Әрі қарай кім? Тағы да
Данил айта ғой. Күнді ұшқан қос қыран аясында қалқыған, аспан тұсты тойым бар, көктемізде шалқыған. Тағы да кім жалғастырады? Тағы да. Ол жаз айта ғой. Елтаңбасы елімнің неткен айбат әдемі, тұнығындай көңілді, ортада аспан әлемі, күт береке шаңырақ, орын алған ол төрден қуатты көз арама. Жақсы. Тағы да бар ма айтарған? Қосарларыңыз бар ма? Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дөңгелек үстелге Елизавета мен Катяның дайындап келген сұрақтары бар екен. Тыңдап көрерге, тыңдап көріп, сол сұрақтарға біз жауап беріп көрейік. Келіңіздер ортаға келіңіздер. Сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қазақстан Республикасының президенті кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жақсы, қазір 1 минут. Жақсы. Яғни әр дұрыс жауап берген балаға түрлі түсті магнит сыйға тартылады. Жақсы, рахмет. Ары қарай. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қайда туған? Алматы облысы, Қаскелең ауданы. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы, рахмет жауабыңа. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қашан туған? 6 шілде 1940 жылы туған. Жақсы, рахмет. Дұрыс па жауабы? Жақсы, рахмет. Ардан елбасы қалай оқыды? Алдияр. Ол өте жақсы оқыған. Өте жақсы. Қалай оқыды екен? 4 пен 5-ге оқыды, елбасымыз. Жақсы, ары қарай. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қандай мамандық таңдады? Ажар. Металлургия мамандығы таңдады. Жақсы, рахмет. Келесі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бойында қандай қабілет бар? Юля. Алда ашық, аджарқын. Қалай? Тоқтамды қабілет. Тағы да қайта жүрші, асықпай айта ғой, орнынан тұрып. Қайта жүрші. Адал, ашық, аджарқын. Ақ жарқын. Жақсы, рахмет. Асықпай айтсам, жақсы, келесі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қашан президент болып сайланды? Жамел. 1991 жылы 1 желтоқсанда. Рахмет жауабыңа. Жақсы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі қай жылы бекітілді? Кім ғана жауап береді? 4 маусым 1992 жылы. Дұрыс па жауабы? Қабылдаймыз. Жақсы, рахмет. Ары. Қай жылы ұлттық теңгеміз енгізілді? Қай жылы ол туралы сөз қозғадық біз алдында, 15 тамыз 1993 жылы. Жақсы. Қазақстан Республикасының астанасы қай қала? Жақсы, жалпы жауап бердік, ары қарай бар ма? Астананың бұрынғы аты қандай? Атауы, атауы. Целиноград, Ақмола. Целиноград, Ақмола. Жақсы, ары қарай. Қандай мемлекеттік мерекелерді білесіңдер? Санжар. 1 мамыр, 4 маусым, 30 тамыз және 1 желтоқсан алғашқы президенті күні. Жақсы, рахмет жауабына. Рахмет. Сіздерге рахмет. Орындарыңызға отырыңыздар. Рахмет. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі. Ары қарай жалғастырамыз. Елбасының әрбір сөзінде мән мағына бар. Елбасының халқымен ой бөлістім деген жинағында жаттаған нақыл сөздерді тыңдап көрелік. Кім бастайды? Елбасының ой бөлістім халқымен атты жинағынан алынған нақыл сөздерді айтып көрейік. Ой бөлісейік ортада. Кім бастайды? Жансая. Біз кіріспен бірге тілімізді түлеттік, дінімізді өркендеттік, табанымызды жалғап, салғыстырымызды жаңғырттық. Асықпай айтылу бе? Жақсы, рахмет. Келесі тағы кім жалғастырады? Айта ғой, Камила. Менің арманым Қазақстан мәңгілік ел болу. Заман өтеді, адамдар өтеді, бірақ тәуелсіздік қалады. Рахмет. Келесі тағы кім айтады?
Барша халқымыздың ең басты құндылығы тәуелсіздік. Біз көшпенділердің ұрпағымыз. Ат үстінде жүрген ержүрек халықтың жалғасымыз. Жақсы. Ары қарай жалғастыратын балалар бар ма? Я. Бұл дүниеден біздің бір ғана отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Елінің ұлы болсан, еліне жанын ашыса, азаматтық намысын болса, қазақтың ұлттық жалғыз. Мемлекетінің нығайып көркею жолында жан теріңді сұғып жүріп еңбек ет. Жақсы. Ары қарай. Бар ма жалғастыратын балалар? Жоқ, я? Жақсы, рахмет. Ары қарай. Енді қазір ортамызда өзі ниет білдірген бастауыш сынып оқушысы бір ән шырқамақшы, кел ортаға. Екінші сынып оқушысы өзі ниет білдірді, айтып өтсе көк тудың желбірегені барлығымыз ән тыңдап қабыл алайық. Жақсы балалар. Бүгінгі дөңгелек үстелімізде 3 кезеңді қарастырдық. Әрине бұл шамалы ғана уақытта біз барлығын толық меңгеріп шыққан жоқпыз. Дөңгелек үстелдің жалғасы 10 күндікте жалғасын табады. Бүгінгі міне атсалысып еңбектерінде аямай келіп қатысқандарына көптен көп рахмет. Ықылас қойып тыңдағандарыңызға сіздерге де көптен көп рахмет.